Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай бір тендерден минимум 1 миллион теңгені қалай табуға болатынын көрсететін болам. Практикада ендеше сразу іске көшейік. Қараңыздар, мына порталды Қазақстанда 10% қана білетін шығар тендерщиктердің. Көбісі естіген болуы мүмкін, бірақ істеп жүрген адамдар өте аз. Евразийский электронный портал, бұл порталда частный компаниялардың және квази-государственный сектордың тендерлері жарияланады. Назарбаевский интеллектуальная школа, Назарбаевский университет, Нух Байтерек, одан кейін Отбасы банк тоже тендерді осы жақта жариялайды. Давайте осы жақтан ұтқан бір тендерге сіздерге разбор жасап көрсетейін. Қарапайым товар пайдасын қазір сіздермен есептейтін боламыз. Қараңыздар, бұл жерде мынандай бір тендер жарияланған: аккумулятор для ИПБ. Источник бесперебойного питания дейді. Напряжение осындай деп қандай бір қысқаша характеристика жазып қойған. Төмен жағында толыққанды есеп бар. Яғни бір штук аккумуляторға 22.861 теңге сұраған, 344 штук аккумулятор керек деген. 7.864.000 теңгеге тендер жарияланған. Заказчик бізде Национальные информационные технологии деген акционерное общество тендерді жариялап отыр. Место поставки город Астана. Астанаға жеткізуіміз керек. 344 штук. Технический характеристиканы скачать етсек, бізге мынандай текстпес ашылып тұр. Міне. Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания, город Астана. Характеристика бойынша не дейді? Заказчик, поставщик 15 күннің ішінде жіберу керек дейді. И так далее, и так далее. Жалпы товардың характеристикасы міне тұр. Аккумулятор предназначен для работы с ИПП. Год выпуска товара не ранее 2024 года. Там АКБ 12 вольт, 9 ампер болу керек. И 344 штук дейді. Жалпы длина бәрін жазып қойған. Ұзындығы кем дегенде емес. 151 миллиметрден асып кетпеу керек дейді ұзындығы. Ширинасы ені 65-тен асып кетпеу керек. Высотасы биіктігі 100-ден асып кетпеу керек. Вес не более 2,5 дейді. Яғни 2,5 килограммнан асып кетпеу керек деп отыр. Енді 2,5 килограмм деген именно вес қатты бұл жерде роль ойнамайды. Самый главный аккумулятордың ширинасы, высотасы ғой. Өйткені анау орнатылатын жерге келу керек та. Общие требования и так далее жазып қойған. Енді давайте біз сіздермен бірге сол товарды іздеп көрейік. АКБ для ИПБ. И 9 ампер деп. Қараңыз, мен ең маңыздысы бұл характеристиканың бәрін естиді. Андай тендер жаңадан бастап отқаннан бәрін копировать етіп алады. Бәрін копировать етті, соны қояды. А олай Google таппайды олай. Сіз самый главный бұл жерде не нәрсе? Ең маңыздысы мынау ғой. АКБ 12 вольт 9 ампер және для ИПБ деп тұр. Яғни источник бесперебойного питания деген нәрсеге арналған аккумулятор сұрап тұр. Біз солай іздейміз. Сол кезде міне шығады. Жалпы міне шығып тұр. Аккумулятор для ИПБ. Бұныкі 1,2 ампер екен. Бұл кішкентай. 12 вольт 9 ампер. Мысалы біздің характеристикамызға әдемі келеткен. 7.000 теңге дейді. 7.900, 7.600, 9.000 теңге. Бұл примерно бағаны көріп атырмыз. Озон кезетте де бар. Мынау бар тағы. Бірнеше поставщиктерді қарау керек. Всегда біреуіне қарап отырып қалудың қажеті жоқ. Мысалы, мынаны қараңыздар. Біздің характеристикамызға әдемі келеді. 12 вольт 9 ампер. Килограммы 2,45. Яғни 2,5 килограммға жетпейді. Аспау керек деді ғой. Клеммый F2 деп тұр. Өйткені міне характеристикада F1, F2 болады. F2 біздікі. И енді андай габариттер жазылған бекен көрейік. Для ИПБ екен көрсетілген характеристика бойынша. Вес дейді. Габарит көрсетілмеген екен. Сыртында бар ма? Жоқ, сыртында жазылмаған. Жалпы 6455 теңге екен бұл. Нақты нелер көрсетілмеген? Характеристика. Мінеке, длинасы 151 дейді. Қараш, әдемі келеді. Длинасы 151. Сосын, так, біз соны тапқан саяқтымыз ғой. Ширинасы 65 дейді. Бізде 65. Высотасы 100 дейді. Высотасы қандай мынадікі? 100. Тура сол товар. Қанша теңге? 6455 теңге. Бұл Озон. Енді Озон болғаннан кейін бұл Алматы қаласына келеді деген нәрсесі бар. Бірақ мына жері бір жақсы жері уже товар Алматыда тұр екен. Өткенмен со склада Озон Алматинская область дейді. Яғни мына жерде Озонда жұмыс істегенде қарасаңыздар, мынау место поставки если там Россиядан келетін болса, сол жақты көрсетіп қояды. А мына жерде Алматы деп тұрды, яғни товар Алматыда тұр екен. Оказывается, онда спокойно заказ етіп ала беруге болады. 6455 теңгеге тұр. И бірақ Қазақстанда да бар 6400 теңгеге. Міне мынау Eatstop деген компания
характеристика бойынша да біздікіне келеді. Міне 151, 65, 94, яғни не более деді ғой, аспайды. Бұл 2-де 7 деп тұр. Вес. Енді бұл коробкамен есептеу мүмкін, анау 5 коробка есептеу мүмкін, так что проблема емес. Бірақ қай бағаның аралығында екен біз білдік. 6400, 6445. Негізі бұл тендер біз уже ұтып орындап тастағанбыз ғой. Мен сіздерге жалпы талдап түсіндіріп жатырмын. Қараңыздар. 6400 теңге. Қалай бұл жерде есеп кетеді? Енді мен сіздерге есеп түсіндірейін. Так. Сонымен калькулятор ашам. Қараңыздар. Егер біз 6400 теңгеден көбейтеміз, 300 қанша штук сұрады бізде? Аяқташайық, міне, 344 штук. 344 штук товарды алатын болсақ, 6400 теңгеден скидка сұрамадық ешқандай. 2.201.600 теңге бұл товардың шығыны болады. Доставка Астана қаласына, енді бұл ИПБ кішкентай болады. Бір газельді жүктейтін болсақ, где-то бір грузчигімен бірге 150.000 теңгемен Астанаға жіберуге болады. Сонда итого шығын 1.351.600 теңге болады. 3% налогты біз всегда пайдамен қосамыз. То есть, мына жерден сіз 3% налог есептейтін болсаңыз, қате болады. Өткен 3% ол шығыннан емес қой, ол обороттан алынады. Так что оны біз всегда пайданың үстіне қосып кетеміз. Мысалы, мынаның үстіне мен қосамын там 45%, 40% пайда десем, соның 3% налогқа деп алып қоямын всегда. Вот солай. Шығын 2.351.600. Давай тағы да талдап түсіндірейін. 6400 теңгеден 1 штук ИП аккумуляторды алдық. 344 штукқа кететін шығын 2.201.600. Плюс 150.000 теңге доставканың шығыны Астана қарай Алматыдан. Общий шығын 2.351.600 теңге. Ал енді бұл тендерді біз неше теңге ұттық деп ойлайсыздар? Пока айтпастан бұрын, давайте комментарий жазып кетіңізші. Сіз қалай угадать етесіз бе, етпейсіз бе? Просто ойлаңызшы. Мысалға, шығын мынандай. 2.351.600. Тендердің суммасы 7.864.000. Сіз просто өзіңіздің ойыңызбен қанша теңге баға беретініңіз. Может 500.000 қосасыз ба, может 700.000 қосасыз ба, может миллион қосасыз ба, білмеймін ғой. Қанша теңге баға беріп ұтатын едіңіз, соны жазып кетіңізші. Может быть, сіз менен төмен баға беріп ұтып кететін шығарсыз. Сол комментарий қазір жазып отырыңыз. Сосын мен қазір жауабын көрсететін боламын. Жалпы шығын 2.351.600 болды. Тендер суммасы 7.864.000 теңге. Қатысушы саны қанша? Мен сіздерге соны көрсетейін. Қатысушы саны, так, именно бұл тендерге, міне 7.864.000, 9 адам қатысқан. Поданның заявки. 9 адам. Госзакупте мынау жариялансыз, 40 адам қатысатын еді ғой. 9 адам қатысып отыр. Қалай ойлайсыздар? Қанша теңге ұтамыз? Давайте онда протокол итогты аша берейін. Протокол итогты аштым. Протокол итогта қатысушы саны бізде 9 адам. 7.800.000-ға тендер жарияланды. Бірінші қатысушы TO Industries Power Systems деген 4.900.000 теңге ұсынған екен. Екінші қатысушы бізде IP Prosperity деген 4.124.000 ұсынған екен. Үшіншісі Досова Дина деген 6.773.000. Потом Logitech Market 3.873.000. TO Аққу Энерго 3.938.000. Жастар сервис 4.119.000. Жалпы ең төмен баға TO Capital Trade Company 3.462.000 теңгеге ұтып отыр. Енді шығынды біз білеміз қанша еді. 2.351.000 теңге шығын, ұтқан сума 3.462.000. Ендеше 3.462.000 теңгеден азайтамын бірінші, азайтамын 3% налогты алып тастайын. Алып тастадым міне налогты. Одан азайтамын 2.351.000 теңгені. Сол кезде қалады таза пайда 1.7.140 теңге бір тендерден қалды. Оңай товар. Қазақстаннан алдың, Қазақстанда Астанаға апарып тастадың, болды. Қытайға шығып жүрудің қажеті жоқ. Просто бір тендер дұрыстап есептеп, заявка бердік. И 1 миллион теңге таза пайда көріп отырмыз. Комментарий жазғаныңыз таптыңыз ба, таппадыңыз ба? Тоже тағы да жаза кетіңіз. И осыдан егер сіз төмен баға бердім деп жазған болсаңыз, мысалы там үстіне 700.000 теңге қоса салған болсаңыз, онда сіз ұтып кететініңіз на порталға қатысқан кезде. Немесе там 900.000 теңге қостым дедіңіз ба, онда сіз ұтып кететініңіз. Мына жерде біз 1 миллион теңге таза пайда қосып ұтып отырмыз. Жалпы бір тендерден 1 миллион теңге табу үшін көп тендер заявка берудің қажеті жоқ. Осылай нақты дұрыс порталдармен жұмыс істеу арқылы бірақ тендерден 3 айлық зарплатаңызды шығарып алсаңыз болады. Ал енді тендерде 1 миллион теңгені тауып отыру үшін сіздерге алдымен тендерді
нөлден бастап түсініп алу керек. Яғни жұмыс жасаудың схемасын 1 миллион теңгеге дейінгі әрекеттер жасау керек. Ол қандай әрекеттер, қандай қадамдар жасау керектігін білу үшін осы видеоның описаниясында мен сілтеме қалдырдым. Сол видеода 30 минуттық сабақта мен толықтай тендерді қалай нөлден бастап 1 миллион теңге табу керектігін түсіндірдім. Описание бөліміне өтіп, сілтемені басыңыз, және сол видео сабақты көріп шығыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.